Ассалаумағалейкум, құрметті жерлестер. Ассамблеяның мүшесі болғандықтан кейін өзіміздің төл, өзімнің анам мен сүтінен келген тілмен айналысып жүрген жағдайым бар. Қазақ тілі мен мәдениет. Басқа осы қазақ жерінде, елінде 130-дан артық ұлт ұлыстар тұрады. Соларға мен айтқым келеді. Осы Алланың қалауымен біздің қазақтың жеріне, ежелгі қазақ жеріне әртүрлі жағдай, тарихи жағдайлармен біздің жерге қоныстап келген ұлттарға айтамын. Бізбен осы елмен келешекті, өзінің болашағыңды, өзінің балалары мен немерелерінің келешегі өмірін осы қазақ елмен байланысты болса, сол біздің тілеп атқан тілекпен бірге біз болуымыз керек. Ойымыз, тіліміз, айта кететін, бізді басымдық қосатын біздің қазақ тілі болу керек. Сол тілдің айналасында, сол қазақтың салт дәстүрінің айналасында біз шоғырлана берсек, ешкім басқа тілді сөйлеме деп айтпайды, сөйлесе берсін. Бірақ басты тіл біздікі ғой, енді қазақ тілі. Сондықтан соның айналасында біз шоғырланып жиналуымыз керек. Алла тағала біздің арамызда бірлікті, тұтастықтан айырмасын. Ойымыз, ісіміз, жүрісіміз, еліміз бәрі бір болу керек. Қазақ елі жасай берсін.